Құрметті әріптестер, өткен сабақты қайталауға байланысты балаларға осындай тапсырма берсеңіздер болады. Облако слов создать онлайн дегенге кіресіздер. Содан кейін мысалға мен жаңа жасағаным бар, соны қазір қайтадан жасап сіздерге көрсетейін. Ал енді мәтінді редакторға салу үшін міне осындай батырманы басасыздар. Осы жерде ашық поле ашылады. Яғни бұл жерге сіз алдын ала Word форматында дайындап қойған сөйлеміңізді алып, оның көшірмесін жасап, сол жерге барып, вставка батырмасымен қоясыз. Содан кейін просейт деген батырманы басасыз. Сол кезде осы жердегі сөздерді әртүрлі формада сіздерге береді. Бірақ бұл жерде 50 сөз ғана тұр. Ал сіздің мәтініңізде одан көп сөз болатын болса, сіз оны настройка батырмасы арқылы өзгертесіз. Мысалға мына жерге өзіңіздің, мысалы мен мәтінімде 113 сөз, соны қоямыз. Содан кейін төменгі жағында шрифт, одан кейін масштаб солар бар. Сонымен қатар мына жердегі набор цветов дейді. Өзіңіз қалаған түсіңізді алуыңызға болады. Мысалы мына түсті алайық. Мінекей. Содан кейін настройкаға барып бір рет перезагрузка батырмасын басатын болсаңыз, сіздің жаңа сөздеріңіз осылай орналасады. Орналастырып болғаннан кейін астындағы, яғни жүктеу скачать батырмасын басып жүктеп аласыз. Печать батырмасында сіз бұны книжный, яғни тігінен шығарып алуыңызға да болады, немесе көлденеңнен парақты қолдануға болады. Мен өзім тігінен қолдандым. Міне, парақты үнемдеу үшін бір балаға осы парақтың жартысына шығардым. Қарасаңыздар болады. Яғни үнемдеуге болады. Мынаны ортасынан кесетін болсаңыздар, бір парақты екі оқушыға қолдана аласыз. Яғни өткен тақырыптағы мәтінді қайталағанға осы тапсырма өте тиімді.